Сол баяғы қағазбенен қаламмен сырласамын арасында алам дем. Қаладағы тіршілігін қалай деп сынай қарып жатыр әне далам кең. Деп жырлағандай ақын өзі үнемі еңбек үстінде ойы оралымды, сезімі сергек қалпында. Өлең өлкесінде жыр маржанын теріп, сөз қадірін кейінгі жас ұрпаққа ұғындыра білген. Алматы мен Астанаға бармай-ақ, елде жүріп, осы елдің жағдайын, тұрмыс тіршілігін қарымды қаламы арқылы тамыршыдай дөп басып жазып, күнделікті өмірге, заманның ағымына белсенділікпен ат салысып жүрген ақын, Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, ерен еңбегі үшін медалінің, мәдениет саласының үздігі төсбелгілерінің иегері, Орал қаласы мен Тасқала ауданының құрметті азаматы Нәріков Айтқали Нұрышқалиұлы. Тасқала ауданында дүниеге келген Айтқали Нәріков еңбек жолын кітапханашылықтан бастаған. Кітапханада том-том кітаптармен жас жігіт оңаша қалып, армансыз сырласады. Күні бойы кітап оқиды. Бозбала институтқа түскенге дейін қазақ қаламгерлерінің негізгі шығармаларын толықтай оқып, әр қайсы туралы толымды пікір айтатын жағдайға жеткен. Оқыған кітаптардың әсері болмай тұра ма? Өз-өзінен қиялға беріліп, кітап кейіпкерлерін көз алдына елестетіп, солармен бірге жүргендей күй кешіп, алған әсерлерін қағазға түртпектеп жаза бастаса керек. Енді мына жастар біле қоймайды ғой, біздің тұрғыластарымыз, замандастарымыз жақсы біледі. Сол жылдарда Хрущев деген СССР-дың басшысы болып, сол кісі бір инициатива, бастама көтеруге аса бір ынталы кісі еді. Сол кездерде ұл балдар тракторшы болсын, қыз балдар сауыншы болсын деген бір керемет бастама көтерілді. Сол бастамаға біз де қосылып кеттік. Бірақ мен мына көзім кішкене нашарлау көретін болғандықтан, трактористікке менің жағдайым, денсаулық мүмкіндігім болмады. Соны жақсы оқыған бала ғой, бұған обал болар деп, маған колхоздың қияндағы бөлімшесіне, фирмасына кітапханамен көрсетіп қойды. 2000-дай кітап бар, 1000-і орысша, 1000-і қазақша. Себебі анда-санда орыстар келіп, мынау маусымдық жұмыстарда істейді, солар оқиды дегендей. Сонан бір жылда жұмыс істедім, бір жылдай, сонда бір жылда сол кітаптарды еңсереткен. Тырнақалды өлеңдері аудандық газеттің беттерінде көрініс табады. 20 жасында облыстық газетте топтамашы жарияланып, ауыл ақын ретінде мойындаған. Тіпті әскер қатарында ормандай орыстың ортасында жүріп те жыр жазып, елдегі баспасөз орындарына жолдап тұрған. 61 жылы негізгі ойым Казгудың журналистика факультетіне барғым келді. Негізі журналист болғым келді. Сол оқушы кезіммен, мектепте жүрген кезіммен мынау аудандық газеттерге, облыстық газеттерге мақала жазып тұрдым. Олар баласынбай жазғандарым шығарып тұр. Бірақ Казгуға баруға қолым қысқа болып, жаңағы апам тұрмыста, ағам әскерде, мамам жаңағыдай жұмыстан ерте қалып қойды. Сол мен бір семьяның тауқыметін көтеріп, соған міндетті болдым. Осын 61 жылы педагогикаға түстім, қиналмай түстім. 5 сабақтан 1 төрттік алдым. 24 балмен түсіп кеттім. Неміс тілінен 4-тік алдым. Орал педагогикалық институтын бітіргеннен кейін облыстық Орал өңірі газетінің редакциясында, Маңғыстау облыстық газетінде, Қазақстан Орал телеарнасында жемісті еңбек етті. Еліміз үшін күрделі кезең болған 1990-93 жылдарда жазушылардың облыстық ұйымына жетекші болып, ұйымдастырушылық қабілетін де танытты. 4-ші курста бір күні Шарабасов Серікқали деканаттан жүгіріп келді, қолында конверт бар, Алматыдан келген, деканатқа жіберген, Қадыр Мырзалиев. Сол ішін ашып барасам,
жаңағы торкөз блокноттар болады, қазірде бар жоғын білмеймін, көкшіл түстес торкөз. Соған бір 5-6 сөз жазып, Айтқали, кітап шығаратын уақытың болды, өлеңдеріңді жазушы баспасына Сайғы Жиенбаевтың атына жібер деп. Мен ол ойымда жоқ, қаперімде жоқ ондай. Сосын жаңағы мәшеңкеге бастырып, өлеңдерімді қолдағы бар көпшілігін балалардың кітаптарының арасында, қыздардың кітаптарының арасында жүрген ғой енді. Өзімнің қолымда барын жинақтап жіберіп, сол 69 жылы жас ақын жазушылардың жас керуен дейтін өлеңдер жинағы шықты. Жаңағы ұжымдық дейміз. Соған шығардық та, сосын 70 жылы жаңа Көкмайса дейтін өлеңдер жинағымда Сайғы Жиенбаевтың редакторлығыменен жазушы баспасынан шықты. Алғашқы туындылары 1969 жылы Республика жас ақындарының «Жас керуен» атты ұжымдық жинағына іле-шала жалын баспасынан шыққан «Жүрек толқындары» кітабына көлемді топтамасы енді. Ақынның қаламынан туған Көкмайса, Самал, Сағыныш, Жойқын жылдар жаңғырығы, Дала дарабозы, 40 жыр 40 жыл, Мен майдангер ұлымын, Ойшылдың өскен ортасы, Ой мен сой, жылдар жаңғырығы, Жақсылар жүрер жадымда, Ер жүсіп, балаларға арналған еркін есейіп келеді және тағы да басқа барлығы 20-ға жуық кітабы жарық көрді. Әдеби сүйер қауымның рухани азығына айналған ақын шығармаларынан үлкеннің де, кішінің де өз рухани азығын табары хақ. Адам мақсат қою керек. Егер сен жаңа газетте істедің бе, сол газеттің бір белді тұтқасы ұстайтын адам болуың керек. Сол бағытта талпыну керек. Оның екі түрі бар. Біреуі творствоны, ой, творство деген не ол? Екінің бір жазып жатыр ғой. Мен карьера қуайын деп, түрлі амалда шарғыларға барып, жаңағы басшы болуға тырысқан адамдар болды. Партия мектебін бітіреді. Енді адамның адамгершілік қасиетін өлшейтін аппарат жоқ. Творчество адамдарының қабілетін өлшейтін аппарат жоқ. Ол оқырман, ақын болсаң, жазушы болсаң, оқырман ғана сенің төрешің. Ал кей уақытта тіпті біздің қызметімізде журналистикада дұрыс журналист болмаған адамдар, журналистикалық мамандықты игере алмаған кісілер саған бастық болуы мүмкін. Редактор болуы мүмкін. Редактордың орынбасары болуы мүмкін, бөлім меңгерушісі болуы мүмкін. Біздің мына компартия кезінде әттең осындай жағдайлар белең алды. Адамның творчестволық қасиетіне қарап емес, жаңағы портбилетіне қарап, осы мен ойға келдім, жақсы, мен коммунист партия мүшесі емеспін, мен карьера жасай алмаймын. Жасағым да келмейді, қолымнан келмеуі де мүмкін. Мен мысалға үлкен бастық болып қолымнан келмеуі мүмкін. Өзім соны сеземін. Сосын мен енді творчество, өлең жазайын, әдебиетпен айналысайын. Әр жағымда енді бір жылтылдаған от болып тұр ғой енді, жасыратын несі бар. Жылтылдаған от болмаса, қанша мен ұмтылсам да жаза алмаймын ғой енді. Сол бағытты қуып кеттім, енді неге жетістім, неге жетісе алмадым, қандай төбеге шықтым, қандай қырға шықтым. Оны оқырман қауым 50 жылдай болып қалды қолыма қалам алған. Оны оқырман қауымның өзі айтар. Қалай болғанда да жаңағы әдебиетке адал болдым. Осы бағытта мені жолда қалдырмайтындығын сездім. Өмірі мен өнері халқымен бірге өрілген ақын Айтқали Нәріков қандай тақырыпта жырласа да, өзі өмір сүріп отырған заманның жайын, өзі ортасында нық басып жүрген дәуірдің үнін, өзі бір белді мүшесі болып табылатын қоғамның ахуалын жырлады. Айтқали Нәріков биыл мерейтойын атап өткелі отырған біздің сәл ғана алдымыздағы ұрпақ. Ол сонау ұлтымыздың қасірет шеккен жылдарындағы сонау соғыстың қасіретін шегіп жатқан жылдардағы көрген ұрпақ. Сондықтан да болса керек
оның өлеңдері мұңды жазғандары сол есте қалған сонау бір қиын балалық шақ және халықтың сол кездегі бастан өткерген тіршілігі, біздің даланың көрген қиындығы. Міне өзінің бір ғасырға жуық өмірінде Айтқали соның бәрін ақындық қаламмен, журналистік қаламмен талай тақырыптарда толғады. Біз қатар әдебиетке аяқ бастық. Бір-біріміздің шығармамызды қарап жүрдік, тілекші болып жүрдік. Біз өмірде де дәмдес аралас болдық. Күләш деген жары Айтқалидың көзінің ағымен қарасында екі ұлы Айтқалидың менің де көз алдымда өсті. Біз тәубе дейміз өмірге. Айтқали батыс өңірдегі талай еңбектің ардагерлерін, өмірден өткен асыл адамдардың бастан өткергендерін талай естеліктер жазды. Ол сонау Маңғыстау өлкесінің газетіне де жұмыста бар кезде, ал өзімізде журналист ретінде де сан тақырыпты қозғаған қайырымды қаламгер, Ақжайықтың өмірін, тарихын бір адамдай білетін қазіргі ақсақал, қария, көнекөз. Мен Айтқалиға замандас ретінде, қаламдас ретінде денсаулық тілеймін. Жазғандарың жоғалмайды. Ұрпағың аман болсын. Өзіңе де жамбылдың жасын тілеймін, Айтқали. Аман жүр. Шаршама, шалдықпа. Елің бар оқитын, ұрпақ бар оқитын. Іздейді әлі бізде. Арманда кеткен алыптардан бастап, қазақ қалам қайраткерлерінің қай-қайсысы да ауылдан, қаймағы бұзылмаған тілдік ортадан шыққаны белгілі. Ауылдан алыстамаған ақын оқырмандарымен жиі жүздесіп, қоғамдық шараларға белсене араласып, ел ішіндегі маңызды басқосулар мен мәдени іс-шаралардың бел ортасынан табылып жүр. Мына заманда болып атқан жақсылық жаманды уақиғалар ақынның жүрегі арқылы өтеді деген сөз бар. Мен бір ұлы адамның сөзін қарапайым тілде айтып отырмын. Ақынның жүрегі арқылы өтеді дейді. Егер де қоғамда болып атқан жақсылыққа да, жамандыққа да ақын өзінің ойын, өзінің пікірін поэзия тілінде білдірмесе, ол ақын емес. Алғы «Моя края с краю, ничего не знаю» деген ол ақынға жат. Ақын деген сәл нәрсеге күйіп кету керек, пісіп кету керек, жылау керек, күлу керек. Одан басқа болмайды. Көшеде бір таяғы ұстап кетіп бартқан ақсақ адамды көрсем, ай мына бейшара қалай күн көріп жүр екен деп налып қаламын. Анау тамақтың қалдығын төгетін контейнердің қасынан шұқылап атқан адамдарды көрсем, үйсіз панасыз кісілерді көрсем, мүмкін олардың өздері де кінәлі болар. Сол жағдағы жетіп тұр ғой енді. Сол жерде мен тебіреніп, басқаша адам болып кетемін. Өзімнің жаңағы тұрмысымды адаммен салыстырамын. Ай, осы мен асылыққа кетіп қалып жүрген жоқ па екем? Тәуба деген сөздер ойыма келеді. Ондайға біреудің қуанышына қуанбаса, біреудің қайғысына қайғыланбаса, ол ақын емес. Қаламды қару етіп, өңірдің әдебиеті мен мәдениеті тамырына қан жүгіртіп,
ұлттық болмысымызды ұрпақ санасына сіңіруде қалтықсыз еңбек етіп келе жатқан Айтқали Нұрышқалиұлына берілген халықаралық Алаш әдеби сыйлығы, ерен еңбегі үшін медалі және тағы да басқа марапаттары және Орал қаласы мен Тасқала ауданының құрметті азаматы атағы Ақиық ақынға туған елінің берген жоғары бағасы. Көрдім талай қуанышты тірлікте, көрдім талай қайғыны да дүрлікпе. Барлығына сабырменен қарадым, жаратқанмен болу үшін бірлікте деп жырлаған Айтқали ағамыз мансап, байлық қумай, өлеңнен өзгеге мойнын бұрмай, нағыз ақындық мінезден айнымай келе жатқан қарымды қаламгер. Алдағы уақытта Айтқали Нұрышқалиұлына жырларымен мәңгі жасап, ғұмыр жасы ұзақ болып, ұрпақ қызығын көре беруін тілейміз. Тәуелдімін күнге мен, тәуелдімін айға да, табиғатпен бірденем, қай кезде де, қайда да. Тәуелдімін қоғамға, мүшесімін соның бір, маған, саған, оған да мектеп болған өмір бұл. О жаратқан қолыңда екі тізгін бір шылбыр, жаным пида жолыңда ұрпағымды мұңсыз қыл. Айтып келем ән қылып, жырыма да қосамын. Тәуелсіз боп мәңгілік қалсыншы тек отаным.